әсіресе қазақ халқының ежелден бері келе жатқан асық ату ойыны. Бұны тек ер балалар ойнайды. Жалпы балалардың ойыны болып есептеледі. Оның басқа түрі болмағандықтан, әлде өзінің қызықтығынан ба, бірақ оны ағы да, қарасы да, үлкені де, жасы да, батыры да, биі де ойнаған. Соған байланысты оның түрі де көп. Шарада ойнайтын түрлері, үйде ойнайтын түрлері. Асық ату біріншіден ол бірін-бірі достасу, сыйласуға, бірін-бірі қадірлеуге, ұйымшылдыққа, тәртіпке үйретсе, екіншіден көз мергендігіне, қол мергендігіне үйреткен. Асық ойыны қазақ балаларының ең сүйіп ойнайтын ойыны болған. Бұл ойын балаларымызды мергендікке, төзімділікке баулиды. Қазақтың өмірінде мал шаруашылығы қандай маңызды болғандығының бір дәлелі осы асық ойыны. Асық уақ малда, қой ешкіде, китте, тау ешкіде болады. Асықтың бір кереметі, оны ешкім қолдан жасамайды, ол табиғи нәрсе. Асық ойыны негізінен ер балаларға тән. Асық ойнау үшін керекті құралдардың ең негізгісі сақа. Әдетте оны үлкен оңғай асықтан шіге жағынан қорғасын құйып, ауырлатып, тәйке жағын, табанын, шіге жақ бетін тегістеп, оң қолға ұстап асық атуға ыңғайлап жасайды. Асық ойыны жазды күні тақырлы жерлерде ойнайды. Бір-біріне қарсы екі бала немесе екі топқа бөлініп, 3-4 баладан ойнауға болады. Асық ойыны бірінші асықты тігіп ойнау, екінші тасқала, үшінші қан, төртінші төрт асық, бесінші құмар, алтыншы қанталапай, жетінші алшы, сегізінші омпы. Асық ойыны баланың күн ұзақ қимылына тигізер әсері мол. Біріншіден жүгіру, екіншіден жүру, үшіншіден иілу, төртіншіден секіру, бесіншіден сақа еру, алтыншыдан көздеп тигізу. Асықтың түрлері: алшы асықтың қырынан тұрғанда ойығы үстіне, ал тегістеу, тәйке жақ беті астына қарап түскен қалпы. Тәйке асықтың алшыға қарама қарсы түскен қалпы. Бүк асықтың дөңес жағының жоғарғы қарап түскен түрі. Шек асықтың қуыс жағының жоғары қарап түскені. Омпа асықтың алшы бар жағының жерге қадалып түскен түрі. Шоңқа асықтың омпыға қарсы жағымен жерге қарап түскен түрі. Кене жаппай ойынға немесе ұтысқа салынатын жай қарапайым асық. Құлжаның таутекенің асығы, топай сиырдың асығы. Асықтың түрлері жаңа атап өтіп кеттім. Енді алшы, тәйке, бүк, шек, оңғы, шоңғы, қанжа. Асық ойындарының ережелері: көңге ойналады барлық ойын. Асық бір-біріне қарап, екі ойыншы шеңбер тігіледі, 3 метр әр жас жасқа қарай. Сөйтіп асық ереді. Кімнің асығы алшысынан тұрса, сол бірінші ойынды бастайды.